Сегізінші тақырып экономикадағы дағдарыстық құбылыстар мен дағдарысты басқаруын қамтамасыз ету шаралары, саяси дағдарысты басқару процесі. Тақырыптың мақсаты экономикадағы дағдарыстық құбылыстардың пайда болу көздерін анықтау, кәсіпорындағы экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруын қамтамасыз ету шараларын қарастыру және дағдарысты басқаруда менеджерлердің шығармашылық қасиеттері мен стратегиялық менеджмент функцияларының орнын анықтау, саяси дағдарысты басқару процесін қарастыру. Тақырыпта 3 сұрақ қарастырылады. Бірінші сұрақ: экономикада дағдарыстық құбылыстардың пайда болу көздері. Қазіргі таңда экономикалық дағдарыс түсінігіне бір мағынада қарауға болмайды. Себебі экономикалық дағдарысты жан-жақты қарастыруға болады. Мысалы айтып кетейік, экономикалық дағдарысқа өндіріс көлемінің ұсталымдары, табыс көлемінің түсуі, еңбек ақының төмендеуі, халықтың әлеуметтік деңгейінің түсуі тағы басқа жатады. Экономикалық дағдарыс нарықтық экономиканың өзіндік реттеуінің маңызды элементінің механизмі болып табылады. Яғни ол жағдайдың шегін анықтап қана қоймай, сонымен қатар экономика дамуындағы ынталандыру және тазарту функциясы болып табылады. Жалпы зерттеу нәтижелері көрсеткендей, экономикалық дағдарыстың басты деңгейін бөліп атауға болады. Микродеңгей, макродеңгей, ал қосымша мезо және әлемдік деңгей болады. Микродеңгей бұл деңгей жеке кәсіпорын деңгейінде жүреді және кәсіпорынның механикалық сомалары түрінде жүреді. Ал макродеңгей бұл деңгей халықаралық экономика деңгейінде жүреді. Яғни бұл кәсіпорынның механикалық сомалар түрінде емес, бұл жалпы бір құрылым ретінде жүреді. Келесі қосымша мезодеңгей. Бұл деңгей аралас салалардың шаруашылық байланысы, яғни әртүрлі қызметтегі кәсіпорындар мен ұйымдар қызметтері түрінде жүреді. Әлемдік деңгейде бұл деңгей жалпы әлемдік шаруашылық болып табылады, яғни әлемдік мемлекеттердің әлемдік нарықта және халықаралық шаруашылық деңгейде жүреді. Қоғамдық өндірістің классикалық айналымы 4 фазадан тұрады: дағдарыс, күйзеу, түрлеу, көтерілу. Дағдарыс қоғамдық өндірістің бірінші айналым фазасы. Бұл кезде іскерлік белсенділікпен өнімнің көлемі қысқартылады, бағалар құлайды, жұмыссыздық өседі және құлдырауға түсу саны лезде өседі. Себебі экономикалық дамуына сыртқы жағдайлардың әсері көп болады. Кейбір салалар күнделікті сұранысқа ие заттардың шығарымы, яғни өндірілуі қысқарады. Кейбір кәсіпкерлер осындай экономикалық дағдарысқа байланысты тұрмыстық техника мен құрал жабдықтарды алуды мүлдем тоқтатады. Себебі металлургия, ауыл өнеркәсіптердегі тағы басқа салалардағы өнімдердің шығарымы төмендейді. Келесі күйзеу. Қоғамдық өндірістің екінші айналым фазасы. Ол 1 немесе 3 жыл ішінде жүреді. Яғни шаруашылық өмірдің және шарттарына үйренуі жаңа теңдіктің пайда болуы. Жандану, яғни тірілу. Қоғамдық өндірістің тұрақты фазасы болып табылады. Капитал салымдары пайда бола бастайды. Бағалар өнім өндіру, жұмыс басылығы өседі, өндіріс салалары тұрақталады, яғни экономика қайта жанданады. Көтерілу бұл тездету фазасы. Яғни бұл кезде техникалық жаңару, жаңа товарлар және жаңа кәсіпорындар пайда болады. Келесі екінші сұрақ: кәсіпорындағы экономикалық дағдарыс қарсы басқаруын қамтамасыз ету шаралары. Кәсіпорындардың экономикалық дағдарыс қарсы басқаруды қамтамасыз ету процесі 4 кезеңден тұрады. Бірінші кезеңде кәсіпорын үшін қолайсыз жағдайлардың пайда болуының түрлері мен себептері анықталу қажет. Екінші кезеңде сол қолайсыз жағдайлар мен қатерлердің алдын алатын шаралар жүйесі іске қосылады. Үшінші кезеңде қолайсыз жағдайлар мен қатерлердің алдын алатын шаралардың орындалу бақылауға алынады. Төртінші кезеңде қолайсыз жағдайлар мен қатерлердің алдын алу шаралары тиімділігі қолданылады. Экономикалық дағдарыс қарсы басқару жүйесінің қызметі оң бағаланса, шараларды қайтадан бастауға болады. Қанағаттанарлықсыз деңгейде болса, тиімді қызмет жасайтын жүйе құру керек болады. Қазіргі таңда көптеген кәсіпорындардың экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруды қамтамасыз етуінің екінші кезеңде жасақталған қолайсыз жағдайлар мен қатерлердің алдын алатын іс-шаралар жүйесі іске қосылып бақылануда. Осы ретте кәсіпорынға келетін қатер және осы қатерден мүмкін болатын зиян толығынан талданады.
Келесі үшінші сұрақ, саяси дағдарысты басқару процесі. Жалпы айтқанда, саяси дағдарыс билікті ұйымдастыру, іске асыру және қайта бөлудегі тайталас. Бұл дағдарысты тану мемлекеттің биліктің басты қажеттілігі болып табылады. Мемлекеттік басқарудың өркендеуін қалыптастыру және мемлекет билікті ұйымдастырған, тұрақталған қоғамның орталығына айналдыру мәселесі туындайды. Тұрақсыздық елдегі дағдарыс болғандықтан туындамайды. Олар жоғарыда айтылғандай әрқашан болған және де қоғамда болады. Қысым көрсету дер кезінде бұл процесті бұлай бақылай және реттей алмағандықтан болады. Атап көрсетсек, басқаруды қоғамның қызығушылығының немесе оның жеке субъектілерінің кейбір дағдарысты реттеу, шешу және басу деп түсінуге болады. Тақырыпта өзіндік бақылау сұрақтары және де тақырып бойынша әдебиеттер тізімі қойылған. Назарларыңызға рахмет.